Шынын айту керек, біздің келіп отқан мәселеміз ел үшін жасалып жатқан үлкен мәселе. Сіздердің тілдеріңізге салсам, тәртіп деген дүниені жақсы білесіздер. Тәртіпсіз қозғалыс болмайды. Бізде тәртіп пен инфрақұрылым болмаса, темір жол да жүрмейді, көлік тоқтайды. Сондықтан мына ел үшін үлкен тәртіп, ел үшін үлкен бағыт болып жүрген, былайша айтқанда сіздердің тілдеріңізге салсам, рельсі болып жүрген біздің Атазаң. Егер Атазаң рельсі болса, мына бағдаршамдарыңыз біздің парламенттің шығарып отқан заңы, локомотив ол үкімет пен біздің мемлекет, сол локомотивке отырған халық осы локомотивтің иесі және жолаушысы осы мемлекеттің. Барлығымыз, былайша айтқанда, бір локомотивте кетіп баратырмыз. Егер рельсі дұрыс болмаса, Атазаңымыз жаңа инфрақұрылымда болмаса, ол локомотивіміз жылдам жүрмейді. Ал жылдам жүру үшін, озық елдерге жету үшін, солармен тең жүру үшін біздің Атазаңымыз елге өте жақсы, өзекті дүниелерді алып келу керек. Осы жолы комиссияда жалпы сол Атазаңға өте өзекті дүниелер енгізілді. Біздің озық болуымыз үшін, біздің адами капиталымыз даму үшін, сіздердің балаларыңыз алдағы уақытта дамыған елде тұру үшін Атазаңда көптеген маңызды дүниелер айтылды. Енді Атазаңымыз рельс болса, ол міндетті түрде жаңағы локомотив кетіп бара жатқанда жылдамдықты өсіру деген түсінік бар ғой сіздерде. Жылдамдығы жақсы болу үшін, елдің қарқынды даму үшін, алдағы уақытта озық ойлы, озық ұлтты қалыптастыру үшін осы Атазаңымыз бізге қазір аса маңызды. Сол келген себебіміз де сол, осы Атазаңды ашып, қарап, танысып, егер сұрақтар болса бізге қойып, сол Атазаңға 15 наурызда келіп өз дауыстарыңызды берсеңіздер. Болашақтарыңыз үшін. Рахмет сіздерге.